Мынау сұрақ, сопылық жолы ағымға жата ма дейді. Және пірге қол беру дұрыс па дейді. Сопылық деген бұл Құран менен сүннатқа сай болса, бұл ағым емес. Сопылық деген бұл не? Жан тазалығы. Үлкен тасауыптың шейхтары өткен, имам Нақшбанди, имам Абдул-Қадир Жилани, жағы Шазили. Бұл сопылық, агар Құран мен хадиске сай болса, бұл тура жол. Ал Құран мен хадистен неғып кетсе, онда не болмайды, тура. Пірге қол беру деген бұл ұстазға уәде беру ғой, уәде беру. Әзір кезде мынау сопыны шейхімін деп жүргендердің көбі не болып жүр? Тура емес. Олардың силсиласы жоқ. Силсила болу керек жаңағы. Со жете тұрған жаңағы. Мына Құранда да силсила бар ғой жаңағы. Пайғамбар алейхиссаламның әзір қарилар бар, силсиласынаған 31-ші, 32-ші шәкірті болады. Хадистен де не алғандар бар. Сол сияқты тасауыптың шейхінен болған. Бірақ имам Малик рахматуллахи айтады: "Уаман тафаққақа, уалам тасаффафа." Кім ақиданы, шариғатты оқып, тасауыпты, яғни жан тазалығы да, сабырлық, шүкірлік, мейірімділік, кешірімділік, бұл дүниеден, жүректен, дүниеге деген, мансапқа деген махаббатты шығарып тастау, осы нәрсе болмаса, ол пасық ғалым болуы мүмкін деген. Уаман тасаффафа, уалам тафаққақа. Кім енді ақида мен шариғатты білместен сопылықты үйренемесе, тазандақа дейді. Ол не діннен де шығып кетуі мүмкін. Сопылық ілімін үйрену үшін бірінші ақиданы толық үйрену керек, шариғатты үйрену керек. Содан кейін барып, оны не? Тасауыпты, сондай силсиласы бар, шейхі тарихадан оны үйренсе, ол нұр үстінен нұр. Әзіргі көп жаңағы пір болам дейтіндер, дәреттің парызын, ғұсылдың парызын, намазды, Аллах Тағаланың 14 сипатын білмей жатқан адамдарға нені? Сопылықты үйретем дейді. Сөйтіп, осындай халықты не қылып жатқандар бар, не? Адастырып жатқандар бар. Ал жалпы сопылыққа ешқандай исламның бірде-бір ғалымы оған не қылмаған? Қарсы шықпаған. Қарсы шықпайды да оған жаңағы. Ибн Таймия деп жүр ғой, Ибн Таймияның өзі сопыларды мақтаған көптеген нелері бар. Кітапта не сөздері бар.